3000 жылдық түркі мемлекеті қайсы? Түркі өркениетінің тамыры тереңде жатыр. Сол тамырдың бірі Туран атты көне мекен. Бұл 3000 жылдық тарихты сақтаған ежелгі түркілердің ата жұрты. Туран, скиф-сақтар, сарматтар, массагеттер өмір сүрген ұлан байтақ ел. Аумағы Қара теңізден бастап, Еділ мен Оралдан Қазақстан, Қырғызстан, Шыңжаң, Хорезм, Бактрия, Соғдыға дейін жеткен. Иран шежіресінде Туран, орталық Азияда мекендеген Оғыз, Қыпшақ, Қарлұқ сияқты түркі тайпаларына қатысты аймақ ретінде көрсетіледі. Француз ғалымдары Дидро мен Даламбер Оғыз ханның парсы патшасы Кир екіншіден әлдеқайда бұрын өмір сүргенін жазса, бай біздің заманымызға дейінгі 19 ғасырға, ал орыс ғалымы Рычков пен кеңестік тарихшы О. Туманович біздің заманымызға дейінгі 7 ғасырға жатқызады. Біздің дәуіріміздің 3-7 ғасырларында бұл жерде Сасанилер империясы бой көтеріп, оны Хысыр Ариян немесе Хазария деп атаған. Осы өңірді әйгілі парсы жыршысы Фирдоуси өзінің Шахнаме эпосында Туранды түркі халқымен байланыстырған. 9 ғасырдан бастап Туран атауы Түркістан ұғымымен ұштасып, күллі түркі жұртына ортақ символға айналды. Бұл атау Қыпшақ пен Оғыздың, түркімен-түркіменнің ортақ рухани кеңістігі. Ең тамаша тұсы Туран сөзі түркі тіліндегі туыр, ата-баба, аспан тәңірі деген киелі ұғымнан тарайды. Демек, Туран бұл көк түріктің түпкі мекені ғана емес, бұл аспаннан дарыған рух, ата-бабадан қалған аманат. Автор Әділбек